Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен дәмі балмұздаққа ұқсайтын фрезе пирожныйның рецептімен бөлісемін. Бұл десерттің жасалу жолдары өте көп. Торт түрінде жасасаңыздар да болады, немесе дәл осылай пирожный түрінде жасасаңыздар болады. Ең алдымен біз бисквитін дайындап аламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, шекер, жүгері крахмалы, қаймақ, сұйық май, разрыхлитель, тұз және ұн қажет болады. Жұмыртқаны, тұзды және шекерді қосып, ағарғанша миксерлейміз. Неғұрлым көбірек миксерлеген сайын біздің бисквитіміз жақсы көтерілетін болады. Келесі кезекте қаймаққа сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып, жұмыртқалы массамызға саламыз. Жақсылап араласқанша миксерлейміз. Құрғақ ингредиенттерді қосып аламыз. Ұнға жүгері крахмалын және разрыхлительді қосып, жақсылап араластырып, біздің сұйық массаға қосамыз. Міндетті түрде електен өткізу керек. Және тек лопатканың көмегімен араластыратын боламыз. Жоғарыдан төменге немесе төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Осындай масса шығу қажет. Кез келген формаға құйсаңыздар болады. Мен дәл осылай төртбұрышты қылып қойдым. Домалақ қылып істесеңіздер де болады. 175 градуста дайын болғанша пісіреміз. Піскеннен кейін дәл осындай формамен кесіп алдым. Себебі мен осы формаға қазір пирожныйларды құйып шығатын боламын. Менде 6 дана шықты. Бұл рецепт бойынша сіздер бұл рецепті 2 есе көбейтіп жасасаңыздар да болады, немесе 2 есе азайтып жасасаңыздар да болады. Менде осындай 5 дана форма болғандықтан 5 дана пирожный дайындаймын, және міндетті түрде ацетатный пленка қажет болады. Ацетатный пленканы форманың биіктігіне, көлеміне қарай кесіп алдым. Ацетатный пленкамен пирожныйымыз әдемі шығатын болады. Және керек мөлшерде құлпынайларды 2-ге бөліп шығамыз. Бисквиттарымызды форманың ішіне видеодағыдай орналастырып шығамыз, және 1:1 пропорцияда сгущенка мен суды араластырып, пропитка жасаймыз. Мысалы 50 грамм сгущенка болса, 50 грамм су құямыз. Құлпынайларды орналастырған кезде ішкі жағын сыртына қарай орналастырып шығамыз. Құлпынайлардың көлемдері бірдей болса, өте әдемі көрінетін болады. Ендігі кезекте мусс дайындаймыз. Ол үшін бізге желатин, су, сгущенка және сливки керек. Желатин мен суды қосып, араластырып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Желатин ісіну керек. Содан кейін салқын сливкиді қоюлағанша миксерлейміз. Дәл осындай еріген балмұздақтың массасындай болу керек. 15-20 минуттан кейін міне желатинімізді микроволновкада ерітіп, сгущенкаға қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Содан кейін сливки екеуін қосып, бір қалыпты масса болғанша дейін араластырамыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, себебі құрамында желатин болған есебінен тез қоюланып кетеді. Дәл видеодағыдай құйып шығамыз. Мусспен жұмыс жасағанда тез жұмыс жасауға кеңес беремін, себебі құрамында желатин болғандықтан тез қатып қалу мүмкін. Бетін пищевой пленкамен жауып, қатқанша холодильникке қойып қоямыз. Қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Егер видео сізге ұнаса, каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.